Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлемдік су жылытқыштар. Өткен сабақтарда біздер ағынды су жылытқыштарды қарастырдық, мен газ плиталарын қарастырдық. Бұларды барлығы тұрғын үйде орналасатын газды жағуға арналған аспаптар. Көлемдік деген атайды отыр, яғни ол бір жерде тұрып, жерде белгілі бір көлемдегі суды қыздырып жылытады екен. Бұл көлемдік су жылытқыштар екі функцияны атқарады, яғни олар тұрғын үйді жылумен қамтамасыз етеді және қажетті суды қыздырады, тағам дайындау үшін тағысын сол сияқты. Көлемдік су жылытқыштар АГВ маркасымен маркіленеді, яғни АГВ 120, АГВ 80 деген маркировкасы бар. Бұл маркировкадағы АГВ деген сөздің өзі автоматический газовый нагреватель деген сөз. 80 деген, яғни 80 литрлік көлемі бар. АГВ 120 сәйкесінше 120 литрлік суды қыздырады екен. Мына біріншісі АГВ 80 су жылытқышы, ол 50-60 метр квадрат ғимаратты жылытуға арналған, тұрғын үйді. Енді келесі слайдқа көңіл аударатын болсақ, осы АГВ су жылытқышының қимасы көрсетілген. Бұл қима суретке көңіл аударатын болсақ, газ горелкаға өтіп, горелкада жану өнімдері мына мұржа арқылы газдардың өтетін құбырларға ары қарай мұржаға қозғалады. Судың өзі мына іштегі резервуарда тұрады. Іштегі резервуарда қызу процесі болады. Сонымен қатар бұның сыртқы корпусы эмальданған болаттан жасалады. Ақ түсті, сұр түсті, тағы сол сияқты сырлайды. Аспап сыртқы бөлігі қызып кетпес үшін оның ішін жылу оқшаулайды, немесе теплоизоляция деп айтады. Міне жаңағы көлденең орналасқан, тік орналасқан екі түрлі су жылытқыштың суреті көрсетіліп отыр. Келесі су жылытқыштар автоматтық жабдықтармен жабдықталады. Яғни су қажетті 80-90 градусқа жеткен кезде термореттеуіш автомат түрде горелкаға газдың берілуін тоқтатады. Яғни аспап тек қана фитильға қойылып жұмысын істемейді, су қызып тұрады. Судың температурасы берілген режимнен төмен түссе, мына горелка автоматты түрде өзі іске қосылып, суды ары қарай қыздырып жүреді, қайтып тұтандырады. Енді мына жерде мына түтін газдары қозғалатын жерде мына қарасаңдар, мынандай крес құрылғылар орнатылған. Бұл не үшін қажет? Бұл газдың жану барысында пайда болған ыстық газдар мына жердегі жаңағы резервуардағы суды қыздыруға арналған деп айттым ғой бана. Енді ол газдар тікелей осы мұржамен, каналмен ары қарай мұржаға шығып кетпес үшін оны мынандай құрылғылармен қалқалайды екен. Және сонымен қатар су қайнаған кезде судың артық көлемі шығу үшін мына жерде выпуск орналасады. Келесі мәлімет тағы айтайын дегенім, бұл автоматты құрылғылармен жабдықталған, сонымен қатар мына оттықты да автоматты түрде спичкасыз қосуға болады. Ол енді жаңадан шығарылған құрылғылар да бар. Назарларыңыз үшін рахмет.